Сәлем қыздар, бүгін біздер өзгеше етіп отбасыларыңызға ұнайтындай дәмді кешкі ас әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды, татымына қарай тұз, сұйық май, суымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды тындыруға жібереміз. Осы кезде қазанға майымызды қыздырып, үстіне сарымсақ, жуа, картошка және томат пастасын салып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен вегетаның осы дәмдеу үшін қолдандым. Кейін қамырымызды жайып алып, үстіне піскен немесе піспеген осылай етімізді тартып алып, орналастырып, рулет сияқты орап, әдемі етіп осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Менікі піскен ет болғандықтан 20 минут аралығында пісіріп алдым. Сіздерде піспеген болса, еттеріңіз ортасында, онда сіздерде 45 минут аралығында пісетін болады баяу отта. Картошкамыздың үстіне су қосып, қайнай бастаған кезде осылай қамырларымызды орналастырып шығамыз. Тұз және дәмдеушілер қосуды ұмытып кетпеңіздер. Міне осылай дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Каналға жазып лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.